بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Құрметті тыңдарман қауым, осыдан алдыңғы кездесуімізде біз Аллахқа деген махаббат деген тақырыпты бастап, оның мән мағынасына, ұлы артықшылықтарына, оның діндегі орнына әрі адамға беретін ұлы жемістеріне егжей-тегжейлі тоқтап өткен болатынбыз. Ал бүгін біз осы ұлы сезімге, яғни Аллахқа деген махаббатқа қалай қол жеткізуге болады деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Ислам және таухидтің мәні және адамның екі дүниеде бақытты болуының кепілі жаратушысына, Раббысына деген махаббат. Жүректердің емшілері деп аталатын исламның сариқалы ғұлама білгірлері жүрегін емдегісі келетін адамға және Аллахқа деген махаббатқа ие болуға ұмтылатындарға көмектесу үшін дауа ретінде ең бірінші кезекте Құранды, оған ой салып оқуды және зерттеуді тағайындайды. Құран кәрім жаратылмаған. Құран бұл Аллах тағаланың өзі айтып түсірген сөзі. Сондықтан да онда бізді бақытты ететін барлық нәрсе өсиет етілген және бізді бақытсыз ететін барлық нәрселерден сақтандыру қамтылған. Құран әрбір рухани және тән дерттеріне кәміл ем, әрі бұл дүние мен ақыреттегі азаптардан құтылудың жолы. Құран әлемдердің Раббысының сөзі болғандықтан, оған әлдебір аурулар мен дерттер қалайша қарсы тұра алмақ. Құран бұл ең шыншыл, ең білімді, ең қамқор Аллахтың нұсқауы. Ол Аллахтың сөзі болғандықтан, онда қателік пен бұрыс кеңес болуы мүмкін емес. Раббымыз былай деген: «Құл хуа лиллазина аману худа ва шифа». Ол, яғни Құран, иман келтіргендер үшін бір тура жол, яғни басшылық, және шипа. Аса жоғары әрі пәк Аллах тағала сондай-ақ былай деген: «Ла я'тихил батилу мин байни ядайхи ва ла мин халфихи танзилун мин хакимин хамид». Оның алдынан да, артынан да өтірік келмейді, яғни араласпайды. Ол аса дана, өте мақтаулы Аллах тарапынан түсірілген. Білімділер одан үнемі білім жияды, ал тақуалар оны оқығанда жалықпайды. Аллах тағала Құранды біздер үшін қараңғылықтағы нұр және әртүрлі мәселелерді шешуде ақиқатты нұрландыратын шырақ етті. Аллах тағала Құран арқылы өзінің разылығын іздеген пенделеріне құтқару жолдарын көрсетіп, қараңғылықтан нұрға шығарып, өзіне бағытталған тура жолға салады. Ибн Масуд атты ұлы сахаба әрі ғалым, Аллах оған разы болсын, былай деген: «Кімде-кім өзінің Аллахқа деген сүйіспеншілігінің қандай екендігін білгісі келсе, Құранға деген қатынасына қарасын. Егер ол Құранды жақсы көрсе, демек Аллахты жақсы көреді. Өйткені Құран бұл Аллахтың сөзі». Көрнекті сахаба Икрима Құранды жүзіне тигізіп, «Бұл менің Раббымның сөзі, бұл Раббымның сөзі» деп айтатын. Аллах туралы өзгелерден көбірек білетін кейбір ізгілер: «Ләззатты үш нәрседен іздеңдер: намаздан, зікірден және Құранды оқудан. Егер сендер олардан тәттілік таппасаңдар, онда сендер үшін есік жабылған» деп айтады екен. Құрансыз адам қараңғы түнде қаңғыған соқыр ит секілді. Құранда айтылған нәрселерді оқып, олар жайлы ой жүгіртіңіз. Сонда ғана сіздердің қарғып жүдеген және рухани шөлден семіп, өлуге келген жүректеріңіз өмір сыйлайтын ылғалдан сусынданып тіріледі. Құран біз ол үшін әдемі қаптама тігіп, сосын оны қабырғаға іліп қою, немесе оны сөреге қойып қою үшін түсірілмеген. Ол сондай-ақ біз оны онда не айтылғанын түсінбей, оған ой салмай әрі ғибрат пен сабақ алмай, құр оқу үшін де түсірілмеген. Шайтан мен оның қызметшілері бізден дәл осыны, яғни біз оны ой пікірсіз оқығанымызды және оқығанымыздың мағынасына мән бермегенімізді қалайды. Бұл шайтанның өте бекерлі айлакерлігі. Ол осы айласы арқылы бізді шынайы білім мен шынайы игілік бұлағынан ажыратқысы келеді. Сахабалар мен олардың ізбасарлары тұсында парсылар мен римдіктер исламның жеңісі жорықтарынан тұншығатын. Сонда Ибрис хақ діннің дұшпандарына муминдердің жеңіске жетуінің себебін іздеп, олардың үлкен күш қуатын қайдан алатынын анықтау керектігіне нұсқады. Ибрис: «Мына муминдер сендерді жүректерінің азығы
жандарының шипасы, олар үшін өз жандарынан да сүйікті болған нәрсесі арқылы, яғни Раббысы, қамқоршысы мен жәрдемшісі болған Аллахтың сөзі Құранмен жеңді деді. Уа, бұл нендей керемет қамқоршы және жәрдемші десеңізші. Ібліс пен оның ілесушілері жоспар құрды. Олар мүминдерге Құранның асқақтығы және оның түсінудің оңай еместігі сонша, оны тек ұлы адамдар ғана түсіне алады. Өйткені Құран да ұлы ғой деген сөздер айта бастады. Олар мүминдерге: ал сендер білімдерің таяз, кішкентай және елеусізсіңдер. Сондықтан да Құранды түсіну белгілі бір жоғары білімді арнайы адамдарға ғана қолжетімді. Ал сендер болсаңдар, оны оқып жатып, қандай да бір әріптен немесе белгіден қате жіберіп, опат болып кетулерің және Аллахтың сауабынан айырылып қалуларың мүмкін. Сондықтан біз сендер үшін Құран кәрімнің кейбір аяттарын дұға ретінде таңдап алып бергеніміз, әрі сендерге кейбір зікірлерді өзіміз ойдан жазып бергеніміз дұрысырақ болады. Өйткені сендер оларды оқып жаттап, қателессеңдер де күнәға батпайтын боласыңдар, деп айла жасады. Мұсылмандарды осылайша азғыру арқылы шайтан мен оның әскері ұзақ жылдар бойы мұсылмандарды Құраннан алшақтатуға тырысып келді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабалары және біздің салиқалы сәләфтарымыз, яғни мұсылмандардың әуелгі ізгі ұрпақтары, аяттарды жай ғана оқып, жаттап қана қоймай, олардан міндетті түрде қорытындылар шығарып, оқып білгендерін іске, амалға асырып, Құранды түсіну, оны жатқа білуден маңыздырақ деп санайды. Аллах тағала былай деген: «Китабун анзалнаху илайка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятадаккара улул албаб». Мұхаммад, біз саған түсірген бұл кітап берекелі. Ол адамдар оның аяттары жайында ой қозғаулары, әрі ақыл иелері одан үгіт алулары үшін түсірілген. Құранды оқып, оны түсінуде жүрекке қаншама сыйлар, жанға қаншама пайда, Аллахқа деген махаббатты нығайта түсетін қаншама ғажайып құралдар бар. Жүрек үшін Құранды оның аяттарының мән мағынасына ой салып, ұғынып оқудан пайдалырақ еш нәрсе жоқ. Ол жүректе Аллахқа деген махаббатты, онымен кездесуді сағына күтуді, оған мойынсұнбаушылық танытудан қорқуды, оның мейірімінен үміттенуді, Аллах тағалаға деген шүкіршілікті, оған тәуекел етуді, сабырлықты тудырады, әрі керісінше адамды барлық жексұрын және опат ететін қылықтардан азат етеді. Жүректе Аллахқа деген махаббатты тудыратын тағы бір нәрсе Аллахтың аса көркем есімдері және аса кемел сипаттары, яғни жаратушының асқақ қасиеттерін білу. Адам қаншалықты Аллахты көбірек таныған сайын, оны соншалықты көбірек жақсы көретін, оған құлшылық етуге күштірек талпынатын және күнәлардан барынша алыстайтын болады. Бұл айдай анық. Адамзат онсыз қалыпты өмір сүре алмайтын және өз істерін ретке келтіре алмайтын ең маңызды білім, өзінің жаратушысы мен Раббысын, оның аса көркем есімдері мен аса ұлы сипаттарын, оның кемелдігін, ұлылығын және құдіретін көрсететін және ол ғана құлшылыққа лайық екендігіне нұсқайтын мінсіз қасиеттерін білу. Осы орайда айта кететін өте маңызды нәрсе, бұл білім жай мойындау ғана емес, алайда ол жүректерді жаратушыға байлайтын, оларды одан ұялуға және оны жақсы көруге, жан және тәнмен оған қарай ұмтылып жүгіруге мәжбүрлейтін білім болуы керектігі. Сонда ғана ол барлық ізгілік пен берекенің бастауы болады. Адамның жүрегінде Аллахқа деген махаббатты оятатын келесі себеп Аллахтың бізге төгіп беріп жатқан нығметтерін, сансыз сыйларын, бізге көрсетіп жатқан ізгілігі мен жақсылығын еске алу. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Сендердегі әрбір нығмет Аллахтан. Егер сіз Аллах тағаланың сізге сыйлаған нығметтерін, сізге үзіліссіз түрде келіп жатқан нығметтерді еске алатын болсаңыз, жүрегіңізде оған деген ұлы махаббат оянады, толқиды әрі көтеріледі. Сіз үшін бұл таңғажайып ағзаны кім жаратты? Қолыңыз бен аяғыңызды беріп, көздеріңіз бен құлақтарыңызды кім ашты? Сізге тамақ пен суды, сізге және жақындарыңызға денсаулық пен амандықты кім береді? Ал баспана немесе балаңызшы, ақылыңыз, қауіпсіздігіңізші? Оның мейірімдерінің барлығын санап, оларды тізімдеу мүмкін емес.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр түні ұйқыға жатуда Аллахтың неметтерін еске алып, оны мақтап, мадақтап, былай деп айтатын: Алхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана ва кафана ва авана факам мимман ла кафия лаху ва ла му'вия. Бізді тамақтандырған, сусындатқан, жамандықтан, мұқтаждықтан құтқарып, баспана берген Аллахқа бүкіл мақтаулар болсын. Өйткені құтқарушысы және баспана берушісі жоқтар қаншама. Жүректе Аллахқа деген сүйіспеншілікті тудыратын себептердің төртіншісі Аллахтың сан алуан және таңғажайып жаратылыстары, яғни аспан мен жер, күн мен ай, планеталар мен жұлдыздар, түн мен күн, таулар мен ағаштар, теңіздер мен өзендер және басқа да көптеген жаратылыстар туралы ойлану. Олардың сұлулығы мен кемелдігіне, әр нәрседе орнаған үйлесімділікке, ақыл-ойды таңғалдыратын реттілік және даналыққа назар аударыңыз. Осының барлығы Аллах тағаланың шексіз білімін, шексіз хикметін, мейірімін, жомарттығы мен ізгілігін айғақтайды. Бұл ой қозғайтын адамды жаратушысын асқақтатып, сүйіп, оған шүкіршілік етіп, оны зікір етіп, оған құлшылық қылуға мәжбүр етпейді ме? Аллах тағалаға деген махаббатқа ие болу үшін келесі маңызды себеп Аллахтың жақсы көретін нәрселерін өз жаныңыз, нәпсіңіз ұнататын барлық нәрселерден артық қою. Махаббаттың шартынан сүйіктіңнің сүйгеніне сай келу, ал өтірік махаббат сүйемін деп сүйіктіңе қарсы келу. Жаныңыз бір нәрсені қанша қаласа да, әлде бір нәрсеге қаншалықты қатты бейім әрі ынтық болса да, ол Аллахтың жарлығына, шариғатына сәйкес болмаса, одан бас тартыңыз. Мұны тек шынайы сүйетін адам сүйіктісі үшін ғана істей алады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам Аллахты және елшісін бәрінен артық жақсы көргенде ғана иманның тәттілігін сезіне алады деген. Яғни ол Аллахтың елшісі жеткізген әмірлерді басқа нәрселердің бәрінен жоғары қою қажет. Келесі өте маңызды себеп Аллахқа шынайы ықыласпен құлшылық ету және ізгі істерді істеу, әсіресе намазды орындау арқылы оған жақындау. Намаз Аллах тағаланы сүйетіндердің көздерінің қуанышы. Бұл олардың жандарының ләззаты мен рахаты, жүректерінің бақыты. Бұл Аллахтың мүминдерге сыйлаған берекесі және мейірім бақшасы. Аллах тағала өзінің шыншыл әрі сенімді елшісі арқылы бізге намазды үйретіп, бізді оны оқуға бағыттауы арқылы ардақтады. Намаз дініміздің тірегі, иман мен күпірлік шекарасындағы берік қамал әрі мығым қорған. Ол адамның шайтан тобына емес, Аллахтың тобына жататынын анықтайтын өлшем. Жаратушымыздың алдында тағзым және кішіреуімен әрі дұрыс орындалған намаз жүректеріміз бен амалдарымызды түзеп, оларды барлық ластықтардан сақтайды. Ал намазсыз барлық істер бұзылады. Аллах тағалаға деген махаббатқа ие болу үшін тағы не маңызды? Жақсы, салиқалы, тақуа, адал, дінді білетін адамдармен араласу. Олармен араласқаннан кейін олардың адамгершілігі мен әдептілігінің, жақсы істері мен дана сөздерінің тамаша үлгісін көріп, шабыттанасыз. Сіз және сіздің отбасыңыз кіммен дос екеніне өте мұқият қараңыз. Өйткені дос адамды өз бағытына қарай тартады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам өзінің досының дінінде, ендеше кіммен дос екендеріңе қараңдар деген. Жақсы, ізгі адаммен дос болсаңыз, ол сізді жақсы істерге қолдап, жамандықтан тыяды. Әрі сіз одан жақсы адамгершілігі мен имандылығын қабылдайсыз. Егер құдайсыз, атеист адаммен дос болсаңыз, ол сізді құдайсыздыққа, егер азғын адаммен достассаңыз, ол сізді азғындыққа, ал арақ құмармен дос болсаңыз, ол сізді маскүнемдікке сүйрейді. Лайықты мүминмен дос болсаңыз, сонда ол сізді ізгілік пен исламға жетелейді. Кімде-кім жүрегінде Аллах тағалаға деген махаббаттың болуын қаласа, өзінің жүрегімен осы махаббаттың арасына кедергі, яғни бөгет болатын нәрселерден алыс болуы керек. Бүгінгі күні адамның жүрегін Аллахқа деген махаббаттан бұрып алып кететін, бітпейтін, мысалы, бос ойын-сауықтар, пайдасыз фильмдер мен шоулар, компьютер ойындары, интернет шырмаулары және жүректі ауру қылып, иманды әлсіретіп, ақылға да, жанға да еш пайда әкелмейтін басқа нәрселер нендей көп.
Әрі ең соңында айта кетер жайт, Аллахқа деген махаббатқа жетудің таптырмас жолы Аллахты зікір етіп, оған дұғамен жалбарыну. Біз Аллахқа әр уақытта және барлық жағдайда мұқтажбыз. Біз бір сәтке де оның көмегінсіз өмір сүре алмаймыз. Біз Аллахтың кім екенін және өзіміздің кім екенімізді, қаншалықты дәрменсіз екенімізді, және Аллахтың қаншалықты ұлы және құдіретті екенін неғұрлым тереңірек түсінсек, соғұрлым оған жалбарынумен, шын жүректен және жиі дұға етіп, оның алдында тағзыммен кішірейіп, одан көмек пен құтқаруды сұраймыз. Қазір біз сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Аллахқа жалбарынған керемет дұғалардың бірімен танысамыз. Ол Раббысына мына сөздермен жалбарынатын: Аллахумма инни ас'алука хуббака ва хубба ман юхиббука ва хубба амалин юқаррибу иля хуббика. Уа Аллах, мен өзіңнен саған деген махаббатты, сені жақсы көретіндерге деген махаббатты және сенің жақсы көруіне жақындататын амалдарға деген махаббатты сұраймын. Міне осы ұлы дұға үш маңызды негізді қамтиды. Аллахқа деген махаббатты, Аллахты жақсы көретіндерге, яғни пайғамбарлар мен салиқалы адамдарға деген махаббатты және Аллахқа жақындататын іс амалдарға деген махаббатты. Уа Аллах, біз де өзіңнен барлық аса көркем есімдерің мен ең кемел сипаттарың арқылы саған деген махаббатты, сені жақсы көретіндерге деген махаббатты және сенің жақсы көруіне жақындататын амалдарға деген махаббатты сұраймыз. Әрі басында да, соңында да әлемдердің Раббысы Аллахқа бүкіл мақтаулар, әрі пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және оның сахабаларына Аллахтың салауаттары мен сәлемі болсын дейміз.